Тілі қазақша шыққан Марлен Испанияға келген соң 2 айдан кейін ана тілін ұмытыпты. Қазақша қандай сөз білесің? Айта. 3 сөз білемін. Пока, Карабаба, Ижамало. Тағы да қайталашы. Пока-пока, Самало, самолет. и Карабаба. Эмират баба. Соңғы сөзін түсінбей әбден қиналдық. Аяз ата? Аяз ата емес па? Мүмкін бабай? Бабай? Бабай жетпетеді, бабай алып кетеді. Кішкентай кезімізде бұл сөз сұсты болатын. Сол ма десем? Қара папа. Қара папа деп айтып жатсың. Өскенде Қазақстанға барғың келе ма? Барғым келеді. Қазақстанда көргім келеді. Қазақтардың бойында барлық жақсы қасиеттер топтасқан. Бауырмалдылық, адамгершілік, жауапкершілік, үлкенді сыйлау, біреуге қол ұшын беру, қарайласу дегендей. Оларға сенім артуға болады. Айтқан уәдесінде тұрады, бұлжытпай, орындайды. Икердің де қанында бар бұл қасиет. Әр адамның өз тамырын іздеуі заңдылық. 10 жасқа келгенде Қазақстанға апарамыз, міндетті түрде. Икердің испандық ата-анасы қарапайым адамдар. Әкесі ет комбинатында тасымалдаушы, анасы да сол жерде істеген. Қазір өндірісте алған жарақатына байланысты жұмысқа жарамайды. Мүгедектігіне еңбек ақысы көлемінде өтемақы алады. Шаруашылықтар бар, үй-жайлары да келіскен. Қазақстан мен Испания арасында футбол тамашалап отырмыз. Қазақстан тарапынан біздің операторымыз Еркебұлан ойнап жатыр. Ал Испания жақтан Пенчо мырза мен оның ұлы Марлен, қазақтың баласы. Жалпы әкесі айтат, Марленнің футболға өте қызығушылығы басым екен. Кейін одан мықты футболист шығады деп үміттенеді. Теннисті да жақсы ойнайды екен. Жалпы тағы бір айта кетейін дегенім, біз келгелі Марлен біздің жанымыздан бір елі қалмай жүр. Айналшықтап шықпайды. Бәрінен де немеремнің бақытын, амандығын тілеймін. Адамгершілігі жоғары азамат болып өссе екен деймін. Оның есейіп, үлкен азамат болған мен көрмесем де ата-анасы көрсін. Егер үлкен жігіт бол, үлкен азамат бол. Саған осыны шын жүрегімізден тілейміз. Үлкен азамат бол, бақытты бол. Барлық армандарың орындалсын. Ерлан деп айта берем, осы аты аузымнан түспейді Ерлан деп. Жерат. Өзі де айтып жатыр маған, мен Жератпын деп. Жерат теледидардан Қазақстан туралы деректі фильмдер, қандай да бір бағдарламалар көргенде, сол бейне көріністегі қазақ ұлтына қарап, қазақтарға қарап, мен соларға ұқсаймын. Олар маған ұқсайды деп әке-шешесіне айтады екен. Иә? Сол айтасың ба? Иә дейді. Жерат, өзің жүресің ба? Үлкен жігіт екесің? Салмағың да ауырлау екен. Кел, түсейік, ақырындап түсе ғой. Жерат, баспалдақтан ғана түскен кезде біреудің сүйемелдеуі қажет? Бірақ, өзі жүреді, өзің жүресің ба? Өзің жүресің. Деп жатыр маған. Не дейсің? Өкінішке орай түсінбеймін. Каталон тілінде маған бір нәрсе айтып жатыр. Келе қойшы. Болашақта Жерат жазылып, өзі жүріп, өзі жұмыс істеп, өзі оқып, үлкен жігіт болады деп сенеміз. Отағасы телекоммуникация саласында қызмет атқарады. Отанасының жұмысы өте маңызды. Балалардың тәрбиесі, үй шаруасы түгел мойнында. Кемтар баланы бағып оңай емес, түсінген адамға. Балалармен күннің қалай өткенін білмейде қалам. Түннің бір уағында жатам, таң атпай жетіде Жерат оянып алады. Давид пен Эленаның өз кіндіктерінен бір қыз бар, бірақ олар бала-шағаның көп болғанын қалапты.
Алайда бір перзенттен кейін бермеген соң Жыратты содан кейін Қазақстаннан тағы бір қыз баланы асырап алған. Жизельде дімкәс, жүрегінде ақау бар, көп сөйлемейді екен, томаға тұйық өзімен өзі жүреді. Бірақ Жыраттан бір елі қалмайды, орыс қызы қазақ баласының туғанындай болып кеткен. Біздің жігіттің ешкімге есесін жібермейтіні көрініп ақтыр, ал Жизельдің көздеріндегі мұң әлі де болса сейілі қоймағандай көрінді маған. Мүмкін үйренісе алмай жүрмекен. Siempre papá. Ya el primer Жырат папасының баласы, Жизель мамасының қызы, анасының көмекшісі. cuando me vio a mí, Жырат мені бірінші күннен қатты жақсы көреді. Бұл жерде Жизельді құттықтауға келген балалар, оның достары Қарағандыдан, Қазақстаннан, және Жыраттың достары да келген, олар да біздің Қазақстаннан. Олардың ата-анасы барлығы бірге түсіпті мына суретте. Жыраттың достары Оскар, Алиш, қазақтың балалары, және бұл отбасы Қазақстаннан бала асырап алған басқа да отбасылармен тығыз қарым-қатынаста екен, араласып, құраласып тұрады екен. Испанша Жырат, біздіңше Ерлан, Испанияға келгеннен кейін ата-анасы оны да шоқындырған. Ол енді католик. Бұл үйде Жизельдің ғана сәби кезіндегі суреттері жоқ. Кішкентай қыз соған қатты қапаланады екен. Үлкен қызымды Джорджинаны сен тудың, біз Жырат екеуміз Қазақстаннанбыз дейді. Жырат жалғыз өзі ұйықтаудан қорқатын кішкентай кезде. Жизельді құшақтап жатып алатын. Бір нәрсені айтуды ұмытып барады екен. Ерланның 3 ағасы бар. Анасы 3 ұлын балалар үйіне өткізіп, ең үлкенін өзіне қалдырған. Ол балалардың қазір қайда екенін білмеймін, бірақ Жырат осында. Дәл шешім шыққан күні испандық отбасына Ерланды беру жөнінде анасы көз жұмыпты. Туған бауырлардың да арасы мәңгілікке ажырады. Барлығын жақсы көремін. Әкемді, анамды, әпкемді, қарындасымды. Сосын роботтарды жақсы көремін. cogí a madre y decía, Жағдайы жақсарып жатыр. Велосипед теб алады. Жарысқа да қатысады, қоймай. Айтқаннан қайтпайды. Ұлымның болашағы зор болады. Барлық жағдайды жасаймын сол үшін. Son mis hermanos y Жыратқа біз көмектесеміз, жүруге, бассейнге түсуге, енді кейде ренжісіп, ұрсып қаламыз. Бірақ тез татуласамыз, бір-бірімізді қатты жақсы көреміз. nos hacemos daño, pero Мені Қытай деп айтқандары ұнамайды. Кейбір балалар білмейді, сосын айта береді. Мен оларға түсіндіремін. Мен қазақпын. Мен қазақпын. Иә? Сен де қазақсың, сен бірақ испандық қазақсың. Енді бір-бірімізге қонаққа келіп тұрамыз, үлкен жігіт болған кезде Қазақстанға қонаққа келесің. Біз саған қонаққа келеміз, иә? Ұмытпа. Бізді ұмытпа. Жарай ма? Си? Я дейсің ба? Ұялып қалдың ба? treure 18 sobre 20 perquè era molt difícil aquest. 15 sobre 20, el meu pitjor resulta 20 sobre 20. Y nos dijeron que dejáramos las cosas porque Адамның маған кішкене күнінде сен бұл дүниедегі ең жақсы, ең мейірімді, ең қамқор әкесің дегені әлі күнге есімнен кетпейді. no. Қызымның осы сөзіне дүниенің ешбір асылы тең келмейді. Me la dieron a mí Кішкентай кезінен y mi mujer. өзім тамақ беріп, өзім суға түсіретімін. Жұмыстан үйге жеткенше асығамын. Аданың әкесі қаржыгер, анасы ұстаз, ал өзі өскенде Мен музыкант болғым келеді, сәулетші де болғым келеді. Тағы археолог, мал дәрігері болуды да армандаймын. Математиканы да жақсы көрем, балалармен футбол да ойнаймын. Сосын ана мен әкемді бәрінен де қатты жақсы көремін. қазақ әндерінің жинағы ғашық бол деп аталады. Өмірге әрқашанда ғашық болу жүр ада. Мына жерде халық әндері бар қазақтың. Мүмкін
кейін өскен кезде бұйыртса қазақша сөйлесең, осы тілді меңгеріп жатсаң, мүмкін қазақша ән саласың. Gracias. Рахмет, маған рахмет деген сөзді каталан тілінде айтып жатыр. Gracias деп. Metres de la dombra. La dombra és un instrument musical que es toca així. Түсініңіздерші мені. Алғашында қазақтың есімін құрметтегендіктен қалдырайық дегенбіз. Бірақ айту өте қиын. Мектепте де кедергілер туындауы мүмкін. Сондықтан өзгертуге шешім қабылдадық. Аданың үйінен шықтық. Каталандық әйел оның ең алғашқы есімін бізге бәрібір айтпады. Бұның да себебі бар шығар. Жүрегім шымырлатқаны, асырап алған әйелдің ада туралы айтып жатқанда көзіне жас алғаны. Жалпы каталандықтар еш уақытта бөтен адамның алдында мұңаймайды, көз жасын көрсетпейді, ішкі сезімдердің иіріміне түсіп кетпейді. Иә, ана дінге, ұлтқа бөлінбейді. Талпына ма олар? Жаңа агенттіктер мысалы. Қай тілде айтып отырсың? Қазақ тілі. Ондай мұғалімдер жоқ, мүмкіндік жоқ бізде. Ал мүмкіндік болса ата-аналар қуана берер еді. Испандық әйел неге таңғалды? Таңғалдық. Қалай бұны ұрпақтан ұрпаққа үзбей жалғастырып келе жатсыздар? Консул неден қорқады? Шынымды айтайын, ондай ақпарат естіген емеспін, және естуге басыма бермесін. 30 жыл ұрпақсыз өмір сүрген отбасына бақ боп қонған кім? Менің туған анам неміс. 6 айлығымда қайтыс болды. Әкем тастап кетті мені. Испания халықаралық бала асырау мәселелері жөнінде әлем бойынша ақштан кейінгі екінші мемлекет. Соңғы 9 жылда испан азаматтары әлемнің әртүрлі елінен 37.500 баланы бауырына басқан. Негізгі үлес Азия, Шығыс Еуропа, Латын Америкасы және Африка. Азиядан бірінші орында Қытай, одан кейін Үндістан. ТМД елдері бойынша Ресей, Украина, Қазақстан. 2003-2013 жылдар аралығында Испания Қазақстаннан 736 баланы асырап алған. Қазақстанның Испаниядағы елшілігі берген мәліметте 736 бала. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі балалардың құқығын қорғау комитетінің мәліметі 757 бала. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер Министрлігі консулдық қызмет департаментінің мәліметі 759 бала. 3 түрлі ақпарат, сандардың бұлай құбылуы сан түрлі ойға жетелейді. Тізімге тұрмай қалған балаларды табу тиісті мекемелердің тірлігі. Ал мен еуропалықтар қазақ баласына не үшін құмар деген сұраққа жауап іздеп көрдім. Өйткені тағы естеріңізге салайын. Бұл мемлекет Қазақстандағы жетім қалған бүлдіршіндерді асырап алуда ақштан кейінгі екінші орында. Елдің ішінде бала асырау процесі мүлдем жүргізілмейді десе де болады. Мұнда жетім бала жоқ, балалар үйі деген түсінік атымен жоқ. Испан қоғамында отбасылық құндылықтарға өте жоғары мән беріледі. Ешкім перзентінен безінбейді. Егер баланың ата-анасы нашақор болып жатса, баланы бақып қағуға шамасы жетпесе, онда ата-ана құқығынан айырылады. Қапыда әке-шешесі көз жұмса, туысқандары баланы өз қамқорлығына алады. Ешкімге бермейді, ешқайда өткізбейді. Денсаулықтарына байланысты ұрпақ сүйе алмайды. Оның үстіне елдің ішінде бала асырап алу өте қиын. Сәбидің туған ата-анасы мен асырап алған адамдар арасында қарама-қайшылықтар туындауы мүмкін. Өйткені баланың туған ата-анасы кез келген уақытта қайтарып алуға әрекет жасауы ықтимал. Ал Қазақстаннан алу жеңілдірек. Ешқандай қиындықтар болмайды, ешкім іздемейді. Испанияны шарпыған дағдарыста демографияға салқынын тигізген. Елдегі бала туу көрсеткіші күрт кеміді. Себебі мемлекет сәби дүниеге келгенде әр отбасына берілетін әлеуметтік жәрдемақыны тоқтатты. Бұның барлығына экономикалық дағдарыс кесірін тигізуде. Бұрын әр отбасы 2500 евро алатын. Қазір ешқандай жәрдемақы төленбейді. Ұрпақ жалғасын үзген тағы бір нәрсе бар. Өзін өзі жақсы көру.
Бұдан 20-30 жыл бұрын испан отбасында 7-ден 13 балаға дейін болған. Қазір бұл келмеске кетті. Менің ойымша испандықтардың өмір сүру формасы өзгерді. Өздерін ойлайды. Бала көп болса, оған көңіл бөлу керек. Уақытын көп кетеді. Ал өмір сүрген соң, одан барынша ләззат алған жақсы ғой. Біз саяхат құрғанды ұнатамыз. Ал балаң көп болса, қайдағы саяхат? Әйелдер қызмет жасап, 40-қа дейін тұрмысқа шықпайды. Өздері үшін өмір сүреді. Бала табу, артыңда ұрпақ қалдыру деген мақсат жоғалып барады. Осылайша 40-тың қырқасынан алыстап 50-дің елесі кезе бастағанда екі тізесін құшақтап жалғыз қалады. Ол кезде бәрі де кеш. Солардың бірі Рамон Молис пен Роза Айст. Ері 67, әйелі 63-тен асты. Кәрілік жеткенде ғана өмірдің барлық мәні балада екенін түсініпті. Жұмыс, қызмет деп жүріп уақыттың қалай өтіп кеткенін білмей қалыппыз. Сосын бала асырап алуға шешім қабылдадық. Әке болып көрмеген адамға қиын екен. Алғаш кездескенде ол бізге қарап, мен Маринамын деді. Неге екенін білмеймін. Алдын ала қуыршақ сатып алып едік, қыз болатынын сезіппіз. Ең алғашқы кездесу, ең алғашқы сезім еш уақытта ұмытылмайды. Жайлап өзімізді әке, ана сезіне бастадық. 30 жыл бойы баласыз өмір сүрген отбасына бақыт сыйлаған қазақстандық қыз Зотова Марина Александровна. Қарағандының қызы 5 жасында Барселонадан бірақ шықты. Қазір 13-те. Басында орысша сөйлейтін, сол үшін де қатты қиналған. Қазір одан жұрнақта қалмады. Менің туған анам неміс. 6 айлығымда қайтыс болды. Әкем тастап кетті мені. Сосын ағам асырап алған. Ол да 2 жасымда өмірден өтті. Жалғыз қалдым. Әкем мені алғысы келмеген соң балалар үйіне өткізген. Бәрі есімде. Балалар үйі жақсы, әдемі болатын. Міндетті түрде отаныма, Қазақстанға барып қайтам. Балалар үйіне барып, сол достарымды іздеп көрем. Бірақ таба алмайтын шығармын. Сыйлықтар өте ұнады. Сіздерге көп рахмет. Мені іздеп келгендеріңізге, ұмытпағандарыңызға. Испандықтар асырап алған қазақстандық балалардың қаншасы қазақ? Мұндай дерек бізде жоқ. Біз үшін олардың барлығы қазақстандық. Дегенмен де, басым бөлігі қазақ ұлтының өкілдері екенін жасыра алмаймыз. Қазақтың балалары сондай ақылды, даналық бар оларда. Бәрін тез қағып алады. Жаңа ортаға жылдан бейімделеді, басқа тілде тез сөйлеп кетеді. Қазір испандықтар 2-3 баладан алып жатыр. Оларды 1 жыл бойы қадағалаймыз, кеңес береміз. Осы уақыт аралығында балалар испан отбасыларына бейімделіп, сіңіп кетеді. Көшпелі ғұмыр кешкен халықтардың интеллектуалдық деңгейі өте жоғары болады. Өйткені көшпелі тұрмыс кешкен халықтардың бүкіл күш қуаты тіліне түседі. Мысалы, қазақ халқы материалдық байлық жинамағаннан кейін, өйткені ол көші-қонға, оның тұрмыс тіршілігіне кедергі келтіретін болғандықтан дүние жинамаған қазақ. Сонда қазақтың бүкіл күші тіліне түскен. Ал тіл дегеніміз ол интеллекттің басты көрсеткіші. Малика? Қандай әдемі? Көп рахмет. Маликаның анасы қазақ, әкесі белгісіз, шала туылған. Аурушаң нәрестені испандық әйел 7 айлығында бауырына басқан, емдеткен. Қазір барлық дертінен құлан таза айығыпты. Мен үшін Қазақстанның орны бөлек. Қызыма жиі айтамын. Кішкентайынан санасына құя берсін, қай жақтың қыз екенін. Қазақ мәдениеті, дәстүрі, қонақжайлығы жайында әңгімелеймін. Қазақстан туралы бағдарламаларды көрсетемін. Бала кезден отанына деген сүйіспеншілік қалыптасса деймін. Тағы бір бала асырап алғым келіп жүр. Ұл бала, ұлды қазақ болса. Росио ханымның бұл арманы орындалмайды, өйткені Қазақстан енді жалғыз басты адамдарға бала беруді тоқтатты. Бұрын Қазақстан туралы, қазақтар туралы аса көп біле бермейтінмін. Кейін сіңілім қазақ баласын асырап аларда мәліметтерді оқып қарай бастады. Қазақ халқының қан таза болады, гені мықты болады деген деректер көп екен. Сіздерде 7 атаға дейін бір-бірімен отаспайды екен. Таң қалдық. Қалай бұны ұрпақтан ұрпаққа үзбей жалғастырып келе жатсыздар? Бұл ғажап.
қазақ халқы әлемдегі ең қаны таза ұлттардың бірі болып саналады. Олай болатын себебі 7 атаға дейін қыз алыспау қан тазалығын сақтаудың ең басты шарты. Әлемдік осы қан тазалығын тексеретін орталықтардың зерттеу бойынша осы рейтинг бірінші орындарда осы қазақ халқы тұрады. Сондықтан әлемдегі халықтардың негізгі осы қан тазалық жағынан, тұқым тазалық жағынан қызығушылығын арттырып отырғандығы қазақ халқының сол себептен деп есептейміз. Ресми мәлімет бойынша Қазақстаннан келген жетім балалар Испания корольдігінің барлық автономиясында бар. Каталония аймағында 60%. 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап бізден бала алуға ықылас танытқан 253 испандық тіркеліпті. Оның шамамен 100-ге жуығы осы Каталония аймағынан. 2 отбасы Қазақстанға аттанып та үлгерген. Қазақ жерінен тағы да бала алып қайту үшін. Жалпы қазіргі уақытта Каталония аймағында Қазақстаннан келген 269 бала өмір сүреді. Испанияның бір ғана Каталония аймағында бала алу кезегінде тағы 2000-нан астам отбасы тұр екен. Қазақ елінен ұлғыз алғысы келетіндер өте көп. Бірақ Қазақстан біздің азаматтарымызға жететін баланың барлығын бере бермейді. Тәртіп бойынша біз әрбір баланың үйіне барып тексеруге міндеттіміз. Алайда өзіңіз айтқандай 736 балаға күніне 2 отбасын аралауға мәжбүр боламыз. Онда басқа жұмысымыз жайға қалады. Ал бұған дейін бұл елде ешқандай заң бұзушылық, не болмаса балалардың құқығын таптаушылық ондай тіркелген жоқ. Шынымды айтайын, ондай ақпарат естіген емеспін, және естуге басыма бермесін. Қазақ балаларына байланысты ешқандай зорлық, зомбылық, ұрып соғу жағдайлары болған жоқ. Тек басқа елдерден асырап алған бүлдіршіндерге қатысты заң бұзушылықтар кездесті, бірақ оны реттедік. Жалпы біз асырап алған бүлдіршіндерге қатысты оспадар әрекеттердің жасалуына жол бермейміз. Барлық отбасыларды қадағалап отырмыз. Егер бір нәрсе бола қалса, бірден білеміз. Біз жақта телеарна, газет, журналдар қоймайды. Баланың құқығы дегенге қатты мән беріледі. Қазақстаннан асырап алынған бүлдіршіндер де Испанияға өткен соң біздің азаматтар сияқты барлық құқықты иеленеді. Өзіңіз азамат ретінде осы бала асырап алу мәселесіне қалай қарайсыз? Шынымды айтайын, осы жаққа келгелі бері ақырындап көзқарасым өзгере бастады. Бұрындары үзілді-кесілді қарсы едім. Азаматтық позицияменен. Ал осы жаққа келгелі бері балалардың көздерін 3 жыл 2 жыл бұрынғы алғаш жетімдер үйінен алған балалардың көздерімен қазіргі балалардың көздері екі бөлек. Бірінде бір қалай айтсам екен, бір үрейі бар, жәутең деген көздері қарап тұратын еді. Ал қазір мүлдем басқа көздері жайнаған, әдемі, есейген балалардың көздерімен қарайды. 2012 жыл 17 ақпан, Барселона. Бұл біздің балалар болған. Испанияда қазақстандық балғындарды елшілік жылына 2 рет жинайды. Осындай кездесулерде оларға Қазақстаннан сәлемдемелерін үлестіріп, қазақ елінің өрлігі жайында фильмдер көрсетіледі. Қазақтың тарихы өткені мен бүгін айтылады. Естен шығармау керек, бұл өте діндар католик мемлекеттерінің бірі. Осы тұста айта кету керек, діндар бола тұра Испания халқының 67% бір жынысты отбасылардың ресми түрде отасуын қолдаған. Осылайша Рим католик шіркеуі жақтаушыларының наразылығына қарамастан 2005 жылы елде бір жыныстылардың тірлігін тіркейтін және олардың бала асырап алуына рұқсат беретін заң қабылданған. Сөйтіп Испания әлем бойынша Нидерланды мен Бельгиядан кейін бір жынысты некені заңдастырған 3-ші мемлекет болып танылды. Корольдіктің ұлттық институтының мәліметіне сәйкес осыдан 4 жыл бұрын 16 мыңнан астам бір жынысты отбасы ресми тіркеліпті. Олардың арасында Испанияның атақты судьясы да, шенеунік те, тележүргізуші де бар. Тіпті осы заңға өре түрегеліп қарсы шыққан халықтық партия өкілдерінің бірі де кейін гомосексуалмен жұптасыпты. Қоғам бұған әлі күнге дейін қарсылық танытуда. Ол шикі заң. Қазіргі уақытта да осы жағдайға сәйкес көптеген пікірталастар болып жатыр. Бірақ мен сеніммен айта аламын, бір жынысты отбасылардың бала асырап алуы Қазақстанға қатысты емес.
Бұл Испанияның ішінде жүргізіледі. Біз үшін басқа елдің заңын сыйлау Інжілді құрметтеумен пара-пар. Todavía está en el aire, no. Кез келген ұлт өзінің сапалы да саналы ұрпағын өсіргісі келеді. Енді мына табиғи экологиясы бұзылмаған, рухани экологиясы таза халықтардан бала алу, оларға тұқым жаңаруына, олардың қанын жаңартуына тікелей әсер етеді. Олар оны жайдан жай алып отырған жоқ, өйткені сіздер білесіздер, есеппен калькуляция құрылған Европа өркениетінде ешқандай қадам есепсіз жасалмайды. Бұл жаңағы тың зерттеулер мен объективті деректерге сүйеніп жасалады. Сәлеметсіз бе? Сізді күтіп отырмыз. Шештіңіз бе? Қай елден бала алатын болдыңыз? Қазақстаннан. Pensado, decidido